Парламент мәжілісінің депутаттары Қазақстан мен Словения арасындағы конвенцияны ратификациялау туралы заң жобасы мақұлдады. Аталмыш құжат екі елдің салық төлеуден жалтару қылмыстарымен бірігіп күресулеріне мүмкіндік береді. Құзырлы органдар қос елдің азаматтарына екі жақты салықтан құтылуына жағдай жасайды. Конвенция Словенияда оқитын және жұмыс жасайтын біздің азаматтарымыздың, соның ішінде мемлекеттік қызметкерлер, студенттер, әртістер мен спортшылардың мүдделерін қорғайтын болады. Қайырлы күн. Эфирде заң жобасы бағдарламасы және мен Хасен Молдабаев. Салықты екі рет төлеме. Конвенцияның көздеген осы. Қазақстанда 10-нан астам словениялық компаниялар жұмыс жасауда, және оларға тек біздің елдің салығы салынатын болады. Және керісінше Словенияда тұратын қандастарымыз сол елдің бюджетін толтырады. Моряки получили паспорта и имеют право выходить уже в зарубежные страны, моря. Біздің теңізшілер алған құжаттарымен шетелдерге, теңіздерге шығуға құқылы. Ал авиациямыз қара тізімнен шыққаннан кейін енді Еуропада да ұша алатын болды. Сондықтан біздің әлемдік кәсіби дайындық деңгейінен өткен мамандарымыз фирмаларға, соның ішінде Словенияда да жұмысқа жалдануларына болады. Осы тарапта олардың тапқан табыстарына салық қалай салынады және екі ел қарым-қатынасында бұл қалай есептелінетін болады. Халықаралық теңіз жолдарындағы халықаралық тасымалдау борттарында жалдамалы еңбек салдарынан түскен табысқа компанияның нәтижелі әрекеттері қай елде орналасқан болса, сол елдің салығы салынады. Мысалы, егер Эйр Астана болса, онда Қазақстанның, егер Люфтганза болса, онда Германияның салығы салынады. Мемлекеттік қызметкерлерде өзгеше. Біздің дипломаттарымыздың Словениядағы еңбек ақысына Қазақстанның салығы салынады. Ал олардың Қазақстанда жұмыс жасайтын шетелдік әріптестері салықты тек Словения үшін төлейтін болады. В тексте конвенции употребляются такие понятия, как... Конвенция мәтінінде айлық еңбекақы мен басқа да ұқсас төлемдер және зейнетақы мен басқа да ұқсас төлемдер түсініктері қолданылады. Біздің заңнамамыз бойынша еңбекақы деген атқарған еңбек үшін берілетін ақы. Зейнетақы дегеніміз жеке тұлғаға төленетін төлемдер. Осыған орай менің сауалым, еңбек заңнамасы мен зейнетақы заңнамасында қарастырылмаған басқа да ұқсас төлемдер түсінігінің мәні неде? Применяются такие термины, как вы сказали, схожие. Өзіңіз айтқандай ұқсас түсініктер термині қолданылады. Бұл келіскен тараптардың заңнамаларын қолдану үшін және кіріс салығы салынатын кірістерді, жеке және заңды тұлғалардың нақты кірістерін анықтау үшін жасалған. Мысалы, айлықпен қоса басқа да кіріс болып саналатын натуралды формалар болуы мүмкін. Доходов. Например, в случае с жалованием могут быть другие, например, натуральные формы какие-то, да, которые тоже будут признаваться доходом. Қазақстан мен Словения арасындағы сауда-экономикалық байланыс 10 жылдан астам уақыт дамып келе жатыр. Осы уақыт аралығында Балқан жартаралының елі отандық экономикаға 16 миллионға жуық доллар инвестициялады. В каких именно сферах развивает? Екі елдің ынтымақтастығы нақты қандай салаларда дамуда және ынтымақтастықты дамытуда басқа қандай салалар көзделуде? К нам поставляют очень много. Бізге шетелдерден фармацевтикалық өнімдер мен фарм құрылғылары өте көп мөлшерде келеді. Соның ішінде Словениядан да. Оларды екі есе салықтан босатып, дәрі-дәрмектің бағасын төмендету үшін бұл конвенцияның пайдасы зор. 2010 жылы Словения президентінің Қазақстанға сапары кезінде біздің тарапымыздан жасалған ұсыныстар бойынша да бірнеше бағыттар бар. Көбіне бұл құрылғыларды импорттау, ал біздің экспорт негізінен шикізат. Визита президента Словении в Казахстан. Салық конвенциясынан бөлек Қазақстан мен Словения бірқатар үкіметаралық құжаттарға да қол қойып үлгерді. Бұлар халықаралық автомобиль тасымалдауы туралы, экономикалық әріптестік туралы, дипломатиялық паспорт иелерінің визасыз жол жүрулері туралы және экономика министрлігі мен сауда өнеркәсіп палаталарының өзара әріптестігі жөніндегі ведомствоаралық меморандумдар. Поддерживая данный проект закона, аталмыш заң жобасын қолдай отырып, біз Словения республикасымен бірігіп, бизнесті дамытуға жаңа серпін береміз. Бұл құжат бұдан бұрын қабылданған 50 сияқты отандық бизнесмендер мен словениялық бизнесмендердің өзара тиімді жағдайларға қызмет етіп, бизнестерін дамытып, жаңа жұмыс орындарын ашуға мүмкіндік береді. Бүгінде Қазақстан мен Словения өзара инвестицияларды дамыту мен қорғау, қылмыстық істер бойынша құқықтық көмек беру, білім беру, сот ісін жүргізу, медицина және туризм салалары бойынша да келісімдерді қарастыруда. Ағымдағы жылдың маусым айында Словения конвенцияны бекітті. Ендігі ретте құжат инвестициялардың туындауына септігін тигізбек. Словениялық бизнесмендер 2015 жылы ел экономикасына 93 миллион доллар көлемінде қаржы салды. Бұл қаражатқа шетелдіктер қазақстандық металдарды сатып алды. Өз кезегінде отандық фармацевттер Словениядан дәрі-дәрмектер мен қондырғылар алды. Халықаралық құжаттың басты бағыты екі ел арасындағы экономикалық серіктестіктің дамуын кеңейту. Сіздермен Хабар 24 арнасында заң жобасы бағдарламасы болды. Келесі кездескенше.